Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Біз сериалымызды бастаймыз. Сәлем қыздар. Танысайық. Менің атым Бақыт. Ауылдық сияқтысың ғой, соны айтам да. Саған неште орын жоқ ауылдікі болсаң. Қыздар, вообще-то менің әжембін. Ақшасын жат ойлап отыр. Мен сендердің үйлеріне келген жоқпын. Вообще-то тілізің ғой нағыздың. Мен жатақханаға келдім. Тілімді кесіп алам, қазір жайлап сөйле. Ой, келер келмесең. Мен сияқты күшік алмайсың ба хотя бы? Аяқ жоқ күшік. Менің күшігімде дым да жоқ. Мен жалғыз жатам. Мен жатам деп қойғам, жалғыз баяғыда. Мен төбесіне жатам. Мен жатам төбесіне. Жарайды, мен астына жата салайын. Киімдерін орналаста заттанды. Мына неме жігітін сыйлаған. Жігітін де ауылдық сияқты жаман сияқты ғой. Жоқ, өте керемет. Қарашы, гүлінің қалай бергенді. Сатып алып бермейме даладан жылмай. Кетші бар. Саған не керек? Телефонын қарар, соны айтам. Сен телефонын қайда? Жоқта шығар сен телефон. Бар. Сумкымда тұр. Шығаршы ерініп тұрмда. Мен сен жақты еріншек емеспін. Мен не істейм? Ой. Көлікпен отырып шаршап кеттім, киімді астыраңыз. Не киіп алғансың, кіндігіңді ашып. Мода не керек саған? Ал сен не алғансың, қып-қысқа айтып. Ой, бұның тілсіздің ғой ортқа болса да. Түрінде онша емес. Соны айтам да, кетші бар. Менен қайда қойсам болады? Ашыға қояйын ба? Өзің хаттың ене қойшы, хаттар жарайды қоям да. Сонша қоям да, не болып сонша. Мен қойын астым. Мен ортасы жарайды, түсіне қоям. Нашы жұмсақ сияқты ғой, тіпті. Келсен Нашке тұр. Сен оның өзін қаладан алып келдің ба? Ауылыңнан деген ой, менің ғанай қаладан сатып алып келген кет. Келсен мен күшігімді тұтын Нашке. Сен топырақ етіп. Сондай бірнеше сағасы көріп күтім. Туф, кетшім. Шашик. Тамақ шетінде уақыт болған сияқты ғой. Мен айтып қойдым, ладно, мен екіншімін. Әркім өз тамағын істесін, конечно. Әркім өз тамағын да істейді. Менікі мына екінші. Білеміз, сен білмейсің, сөйлесің жаңа ғана келді. Нені қандай тамақ пісірейін деп жатыр? Қойшы. Бұл тамақ қаладағы модный тамақ. Модный тамақ. Ал енді мен айттым. Кетші, мен айттым өшілді. Мен сені күтім. Бірге теміз. Мені қыпырыншы. Мен өзіме жайған алагыманы пісіре салам, домда қоспай. Жарайды су маған. Ешкі ашқа. Болдым мен. Ой, мен сені күне отырып өппін ғой. Енді мен пісірем. Мен өзіме
қияр мен жұмыртқа пісіремін. Ой. Шайымнан қойып, маған да берші. Кетчуп, бұны мен алып келдім. Мен жағын тек досыма берем. Салып қойшайып, соны қойып алып жүр. Я чемоданымды қойдым. Достар, короче, мынау нағыздың шкабы. Мынаның шкабы мынау. Ал мына ең жоғарыдағы мынаның шкабы. Білетін шығарсыздар оны. Мен соны тым ішпеймін ба? Сүтінен ішейін. Сүтін қойдым ба? Ауылдың сүті мен қызатып ішемін. Сен астан отырмайын мен. Отырмай-ақ қой, өзінше болып тұр ғой. Ауылдың сүті ма, менде ондай сүт бар, қалған сүті ғана. Ол жай ғана коробкасына қойып қойған, бізде болды соншама. Ой. Чай ішпейсің ба бұнша? Чай жоқ болса қаяғына жүр. Ыстық екен. Әркім өзі ыдысын жусын. Ал жоқ, бүгін кім кезексіз, сол жуады ғой. Соны айтам да. Достар, короче, мына тізім бар ғой осы. Мұнда бәрінде бақыт деп жазылып тұрады. Бүкіл кезекшілікке бақыт деп жазылып тұрады. Бұл арамдық істейді сондай. Ал бұл қыз аңқау, сондай қыз. Аңқаулау. О, бүгін сен кезекші екенсің. О, мен ба? Жарайды. Мен кезекші болсам, жуам бәрін. Енді дұрыс қой. Кім кезекші болады, сол жуу керек қой. Ем, жуа салайын. Жу тезірек. Мына темадан сақтай. Самый көкінде шықсын. Біз жатады бике, пижамамызды киік. Да. Достарды жудым мен. Пижама киіс ұйықта енді. Осы. Ал ол не? Пижама деген. Пижама кимейсің бе не сен? Айтса енді ол не екенін мен қайдан білейін пижама деген. Түнде жатарда киетін киім. Түсінем, біз оны пижама демейміз. Түнде жатарда киетін киім дейміз. Туф, сен де бір қуасың да. Кейіп қойып кетесің, туф, көзім ауырып кетті ғой. Енді телефонмен отыра берсің, кетші бар өзім білем. Не болды соншама айтып жатыр ғой жай ғана. Уф, қайырлы таң, рахмет саған да. Уф, рахмет. Тоқташы, ұйықтамай тұра тұр. Анам пижамасы деген жаман шығар, көрейікші, пижамасы қандай екен. Клубтар достық ішіңіздер. Көрейік пижамасына. Не мына пижама? Нақсын. Мындай киімді біз мусорға тастауға қиямыз ғой, сен қаймайсың ба? Не бұл соншама? Жарайды сәті. Достар, кешіріңіздер, клубтар артық дыбыстар болса кешіріңіздер.